Алтыншы тарау – жоспарлау байлыққа жеткізер алтыншы қадам. Жоспарлау – қалауыңды іс-әрекетке бағыттайтын нақты қадам. Адамзат ойлап тапқан немесе игілік еткен дүниенің бәрі бастапқыда қалау түрінде болғанын, кейін сол қалаудың қиялдағы абстракт нәрсеге пішіні бар затқа айналғанын білдіңіз. Сол затқа айналу үшін жоспар керек. Бірінші тарауда қанша сома қалайтыныңызды анықтап, оны физикалық баламасына айналдыру үшін 6 нақты қадамды орындауыңыз қажет дедік. Сол қадамның бірі мақсатыңызға жетелейтін айқын жоспар. Айқын жоспар құру. Шабыт беретін пікірлестер тобын құру немесе осы қадамға жатады. Төменде пікірлестер тобын құру арқылы практикалық жоспарлар дайындаудың 4 тәсілі баяндалады. Бірінші, ақша табуға көмектесетін жоспарларыңызды дайындауға және жүзеге асыруға қажет адамдардан топ құрыңыз. 9-шы тарауда сипатталған шабыттану принципін ұстаныңыз. Екінші, пікірлестер тобын құрмас бұрын өзіңізбен одақтас болған жеке тұлғалар бұл ынтымақтастықтан қандай пайда табатынын, қай жағынан ұтатынын шешіп алыңыз. Саналы адам ретінде ешкімнің тегін жұмыс істеп күш-қуатын сарп етпейтінін білуіңіз керек. Дегенмен өтемі әркез ақшалай емес, басқа түрде де болуы мүмкін. Үшінші, пікірлестер тобымен кем дегенде аптасына 2 рет, мүмкін болса одан да көп бас қосып жоспарыңызды талқылаңыз. Ақша табуға көмектесетін жоспар жасалғанша осылай кездесіп тұрғаныңыз абзал. 4-ші, пікірлестер тобы мүшелері бір-бірін сөзсіз түсінетін, ой пікірі бір жерден шығатын адамдар болуы тиіс. Өзара ынтымақтастық өте берік болсын. Осы талапты мүлтіксіз орындамасаңыз, болашақта ісіңіз өрге баспайды. Мінсіз үйлесім жоқ жерде бір-біріңізді шабыттандырып, бір идеяға жұмыла алмайсыздар. Мыналарды есте сақтаңыз. Бірінші, өзіңіз үшін өте маңызды іс бастап жатырсыз, табысқа жететініңізге сенімді болу үшін жоспарыңыз мінсіз болсын. Екінші, басқалардың тәжірибесі, білімі, табиғи дарын қабілеті, қиялы сіздің жоспарыңызға пайдалы болуы керек. Өмірде зор табысқа жеткен әр адам осы әдісті ұтымды қолданған. Жолы болған байлыққа кенелген ешбір адам басқалардың көмегінсіз өз тәжірибесі, білімі, дарын қабілеті арқылы жетпеген. Байлыққа жету жолында жасаған әр жоспарыңыз сізбен табысыңызды ортақ өніміңіз болған жөн. Байлыққа жету жолында жасаған әр жоспарыңыз сізбен табысыңыздың ортақ өніміңіз болғаны жөн. Әлбетте, сіз оларға тұтас немесе жартылай өз жоспарыңызды ұсына аласыз. Бірақ оны пікірлестер тобының әр мүшесі жіті оқып мақұлдауы керек. Сіз жасаған бірінші жоспар нәтиже бермей жатса, басқасын жасаңыз. Ол жоспарда өнімді болмаса, оны да ауыстырыңыз. Осылайша түбінде жемісті болатын жоспарға жеткенше тоқтамаңыз. Көп адам жасайтын бір үлкен қателік бар. Олар жаңа жоспар жасаудың орнына басым тасқа тиді, осымен тоқтайық деп шыдамы таусылып бастаған ісін аяқсыз қалдырады. Сол үшін де табысқа жетпейді. Жеткен жетістігіңіз жасаған жоспарыңызға сай болмақ. Генри Форд өзгелерден ақылы асқаннан емес, жақсы жоспар құрып, соны мүлтіксіз ұсынғаны үшін елден озған дәулетті адам болды. Фордпен салыстырғанда жақсы білім алған мыңдаған адам болған шығар, бірақ олар ақша табуды мақсат етіп нақты жоспар құрмағандықтан кедейлік қамытын сүйреп өтті. Адам қандай ақылды әрі білімді болса да, әр қадамын есептеген сәтті жоспары болмаса, қай салада болмасын табысқа жетпейді. Жоспарыңыз нәтиже бермей жатса, мынаны есте тұтыңыз. Уақытша жеңіліс мәңгі жолыңыз болмайды дегенді білдірмейді. Демек, жоспарды дұрыс құрмағансыз, басқасын дайындаңыз. Соған сай қайта әрекет етіңіз. Эдисон қолданысқа жарамды
электр шамын жасап шыққанша 10 мың әрекеті сәтсіз болды. Яғни табысқа жетер адамның 10 мың рет уақытша жеңіліс тапты. Уақытша жеңіліс бір нәрсені ғана білдіреді. Жоспарыңызда бір кемшілік бар, соны тауып жөндеу керек. Жер бетінде миллиондаған адамның жоқшылықтан көз ашпауына не себеп? Бақытты өмір сүруге көмектесетін нақты жоспардың болмауы себеп. Әлемде адамдардың екі түрі бар. Жетекшілер мен жетекке ерушілер. Қай санатқа кіргіңіз келетінін өзіңіз таңдайсыз. Көшбасшыларға тән мынандай қасиет бар. Бірінші, өз ісінің табысты болатынына, сол саланы жақсы білетініне қалтқысыз сенетін батыл адам. Өзіне сенімсіз, не істеп не қоятынын жетік білмейтін адамның соңынан ешкім ермейді. Мұндай адам қасына жиналған топқа басшылық жасап үстемдік ете алмайды. Екінші, өз сезімін, эмоциясын бақылай алу. Өзін ұстай алатын, эмоцияға ерік беріп қоятын адам басқаларды да басқара алмайды. Өзіңізді керек кезде тежеп, ақылмен әрекет етіңіз. Артыңыздан ерген жандар сізді үлгі тұтып еліктейді. Үшінші, әділ болу. Басшы адал әрі әділ болмаса, қарамағындағылар оны сыйламайды. Төртінші, нық шешім қабылдай алу. Шешім қабылдағанда күмілжіп тұрсаңыз, өзіңізге сенімді емес болғаныңыз. Ондай адамнан жақсы жетекші шықпайды. Бесінші, толық жетілген айқын жоспарды болуы. Табысты көшбасшылар жұмысын жоспарлап, сол жоспарды ұстанады. Алдын ала жоспар жасамай, ретсіз, жүйесіз әрекет ететін басшыларға бағытын білмей жүзіп бара жатқан кеме сияқты. Ерте ме кеш пе ондай кеме жартасқа соғылады. Алтыншы, басқаларға қарағанда көбірек жұмыс істеуге дайын болу. Жетекші болған адам ақысы төлемесе де өзгелерден көп жұмыс істеуге өз қалауымен әзер болуы тиіс. Жетінші, сырт келбетінің тартымдылығы. Алқам-салқам киінген, салдыр-салақ адамнан басшы шықпайды. Сырт келбеті күтіміне мән бермейтін, абыройын ойламайтын адамды басқалар да сыйламайды. Сегізінші, аяушылық пен өзгелердің жағдайын түсіну. Табысты көшбасшы соңынан ерген жандардың жағдайын түсінуі керек. Олардың өмірінде проблема болса, соған көмектесуге тырысады. Тоғызыншы, барлығын жетік білу. Жетістікке жететін басшы әр істі бүге-шүгесіне дейін біледі. Оныншы, толық жауапкершілік арқалауға дайын болу. Ақылды көшбасшы өзіне ерген жандардың қателігі мен кемшілігі үшін жауап береді. Сол жауапкершілікті басқаға аударуға ниетті болса, басшы рөлін соңына дейін алып жүре алмайды. Тобындағы адамдар қателік жіберіп, біліксіздік танытса, басшы сол адамның қатесін өз қатем деп қабылдауы тиіс. 11-ші, ынтымақтастық. Табысты көшбасшы ынтымақтаса жұмыс істеу принциптерін түсініп, тобындағыларға да соны үйретуі керек. Жетекші болу үшін күш-қуат керек. Ол ынтымақтастық бар жерде пайда болады. Не істеу керегін білу тәрізді, не істемеу керегінде білу өте маңызды. Жетекші болған адам мынандай қателіктерді жасамауы тиіс. Бірінші, ұсақ-түйек мәселелерге көңіл бөлмеу. Тиімді жұмыс істейтін адам үшін ұсақ-түйек мәселе болмайды. Ол барлығын ескеріп, проблема туғанда ғана көңіл бөлуі тиіс. Нағыз көшбасшы қолым тимейді, қазір бос емеспін деген сылтауды айтпауы керек. Жетекші немесе оның тобына кірген адам аяқ астынан бір жағдай туындағанда бос емеспін десе, ол істі жетік білмейтінін мойындаған болып саналады. Табысты көшбасшы жұмыс жағдайына орай туындайтын барлық істі жетік білуге міндетті. Ол үшін әлбетте бар шаруаның өзіне артып алмай, әріптестеріне
бөліп бергені дұрыс. Екінші, қажет кезде басқа істі атқаруға дайын болу. Мықты көшбасшылар жағдай талап еткенде басқалар атқаратын жұмысты да істей салады. Үшінші, істеген ісі үшін емес, білімі үшін ақы төлейді деп үміттену. Әлемнің қай бөлігінде болса да адамға білімі үшін емес, сол білімін пайдаланып атқарған жұмысы үшін ақы төлейді. Төртінші, қасымда жүрген әріптестерім бәсекелес болады деп қорқу. Команда құру жұмысын бастаған жетекші әріптестерінің бірі орнын басады деп қорықса, ерте ме кеш пе сол қорқынышы шындыққа айналады. Ал ақылды басшы қабілетті әріптестеріне өз міндетінің бір бөлігін тапсырады. Сонда ғана ол бір сәтте көп істі тындыруға қабілетті, өз мүмкіндігін атқарады. Қанша жерде мықты басшы болса да, барлық жауапкершілікті өзіне арту тиімсіз. Басқаларында пайда табуына мүмкіндік бересіз. Жұмыс өнімді бола түседі. Жұмысты жетік білетін, тартымды, айналасына сүйкімді жетекші әріптестердің аянбай еңбектенуіне жағдай жасап, бар мүмкіндігін пайдаланады. Бесінші, қиялдай алмау. Болашағын болжап елестете алмайтын адам төтенше жағдай туғанда сасқалақтайды. Әріптестеріне жол көрсету үшін жоспар керек. Қиялы жоқ адамның жоспары да болмайды. Алтыншы, өзімшілдік. Команда болып істеген жұмыстың нәтижесін өзіне таңған жетекшіге әріптестері наразы болуы заңдылық. Команда болып жұмыс істеген жұмыстың нәтижесін өзіне таңған жетекшіге әріптестері наразы болуы заңдылық. Мықты басшы сый құрметті ешқашан жалғыз иеленбейді. Қандай да бір марапатқа ие болғанда оны әріптестерімен бөліседі. Өйткені көп жағдайда жұмысты ақша үшін ғана емес, атақ абырой үшін де атқарады. Жетінші, сабырлы болмау. Қызба, ұшқалақ, ашуы ақылынан бұрын жүретін басшыны топ мүшелері сыйламайды. Оған қоса сабырсыз болып байбаламға салыну адамның күш-қуатын сарқып, жүйкесіне салмақ түсіреді. Сегізінші, адал болмау. Бұл талаптың тізімін басына қою керек еді. Әріптестеріне сенбейтін, екі жүзді, кез келген сәтте сөзінен танып, жалтарып кететін басшы қызметінде ұзақ отырмайды. Опасыз адамнан елдің бәрі безеді. Адалдық деген түсініктен ада адам өмірде де табысқа жетпейді. Тоғызыншы, басшы ретінде билігін пайдаланса үстемдік жасау. Ақылды жетекші қасында жинаған пікірлестерінің күшімен емес, ақылын және білімін бағындырады. Қорқыныш тұрған жерде табыс жоқ. Әріптестеріне жұмыс істеу үшін билігін пайдаланған адамды қызметін пайдаланып үстемдік жасайтын жан деуге болады. Шынайы көшбасшы адамгершілік, жанашыр болу, адал және әділетті болу жұмысын жетік білу сияқты қасиеттермен баурайды. Оныншы, атақ даңққа құмар болу. Әріптестерінің сый құрметіне бөленгісі келетін адам оған атақ жинап жетем десе, оңбай қателеседі. Әдетте атағы жер жарған адамның тындырған ісі шамалы болады. Нағыз басшының есігі әркімге ашық. Жұмыс орнында көшбасшылық пен сіреске ресми тәртіп болмайды. Нағыз көшбасшының есігі әркімге ашық. Жұмыс орнында көзбояушылық пен сіреске ресми тәртіп болмайды. Тұжырым. Жоспар жасау үшін пікірлестер тобын құру керек. Яғни команда құру керек. Тәжірибесі, білімі, табиғи қабілеті, дарын мен қиялы сіздің жеке басқа қасиетіңізді толықтыратын адамдарды жинап, пікірлестер тобын құру, соны басқару. Оларға ынтымақтас болғаны үшін не ұсына алатыныңызды ойлаңыз. Кем дегенде аптасына 2 рет кездесіп, бәрін ақылдасыңыз. Топ ішінде мінсіз үйлесім болуы тиіс. Бірінші құрған жоспарыңыз сәтсіз шықпаса, жаңасын жасаңыз.
сәтсіз шықса, жаңасын жасаңыз. Нәтижелі жоспар жасағанша тоқтамаңыз. Адам қанша ақылды әрі білімді болса да, практикалық нәтиже беретін жоспары болмаса, еш салада табысқа жетпейді. Жетер жетістігіңіз жоспарыңызға сай болмақ. Миллиондаған адам кедейліктен көз ашпайды, өйткені табысқа жетер нақты жоспары жоқ. Мықты басшы болу үшін мынандай қателіктерді жасамаңыз. Ұсақ мәселелерге көңіл бөлмеу, қажет кезде басқа істі атқаруға дайын болмау, істеген ісі үшін емес, білімі үшін ақы төлейді деп үміттену, қасымда жүрген әріптестерім бәсекелес болады деп қорқу, қиялдай алмау, өзімшілік, сабырлы болмау, адал болмау, басшы ретінде билігін пайдаланып үстемдік жасау, атақ даңққа құмар болу.